Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен бүгін рогальки со сгущенкой рецептісімен бөлісетін боламын. Осы каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін бізге 3 ақ зат керек: ұн, маргарин, осындай қаймақ керек. Қаймақ 20% алдым. Үшеуін илеп алғаннан кейін 20 минут қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған кезде аламыз да осылай 4 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Енді осы бөліктерімізді алып, бірдей етіп, дөңгелек етіп шайып аламыз. Қыздар, егер байқасаңыздар, біз құрамына ешқандай разрыхитель қосқан жоқпыз. Өйткені оның қамыры, яғни құрамы өте жұмсақ болып піседі өзі. Сондықтан да ешқандай разрыхитель қоспаймыз. Осылай домалақ қылып жайып алғаннан кейін, біз оны 8 бөлікке теңдей етіп бөлеміз. Салмасына қалаған заттарыңызды қолдануға болады, ал мен салмасына вареный сгущенка қолдандым. Вареный сгущенкалар бөлінеді, термостабильный обычный болып, мен обычный сгущенканы алдым да. Қазір сіздерге қалай бөлу оны түйу керек, чтобы ағып кетпес үшін, соны көрсетемін. Ол үшін қамырларыңызды екі шетінен алып, ортасын алып келген кезде осылай 3 бұрыш болады. Сосын асты жағынан жақсылап басасыздар, және ортасын басып, ішіне қарай кіргізесіздер. Және осылай орап шығасыздар. Ешқандай да сгущенкаңыз, ешқандай салма сол кезде ақпайтын болады. Осы ингредиенттерден осылай бір противень ровно шығады. Енді осыны пешке салып пісіріп аламыз. Міне рогаликтеріміз дайын болды. Енді қант ұнтағына, яғни сахарный пудраға осылай біртіндеп алып, араластырып аламыз. Сол кезде түрі де әдемі болып көрінеді. Қыздар, бұл менің тапсырысқа жасайтын печеныйдың түрі болғандықтан мен осындай затқа салдым. Сіздер де үйде жасап, жақындарыңызды қуантуға болады. Қолдап, арнама тіркелгендеріңізге рахмет. Алда көптеген рецепттер болады. Ас болсын.